Сәлеметсіздер ме, құрметті көрермен. Егер жаңалықтарды алғашқылары қатарында білгіңіз келсе, арнамыздағы подписаться және де бір ғана лайк түймелерді басып, видеороликті соңына дейін қараңыз. Ал онда біз бастадық. Зейнетақының орташа мөлшері көтерілді. Авторлық қорғау орталығы Қазақстанда ынтымақтастық және базалық төлемдерді қолғауда. Зейнетақының орташа мөлшері 120.689 теңгені құрады деп хабарлайды бүгін.кз порталы sputnik.kz сайтына сілтеме жасап. Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау министрлігі ақпаратынша, қаңтар айында республикалық бюджеттен 274,1 миллиард теңге зейнетақы төленді. Оның ішінде базалық зейнетақы 84,2 миллиард теңге. Ықпақтық және де ынтымақтастық зейнетақысы 189,9 миллиард теңгені құрап отыр. 2023 жылғы 1 ақпандағы жағдай бойынша жинақтық зейнетақы орташа мөлшері 120.659 теңгені құрайды. Оның ішінде ынтымақтастық зейнетақысы мөлшері 82.878 теңге. Базалық зейнетақы мөлшері 37.781 мың теңгені құрайды деп хабарлайды хабарламада. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз.